Үздік физика пәні мұғалімі 2024 байқауының қатысушысы жұбатыров рауан рысжанұлы. Мен мұғалім ретінде оқушыларға білім беру мен тәрбие берудегі жауапкершілікті мұғалім бойындағы ең басты қасиет деп түсінемін. Сол оймен мектеп қабырғасында жүргенде өз мамандығымды мұғалім болам деп шештім. 2017 жылы Еркін Әуелбеков атындағы нөмірі 4 облыстық дарынды балаларға арналған мектеп-интернатын бітіре сала, сол жылы Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне физика пәні мұғалімі бойынша грантты оқуға түстім. 2021 жылы оқуымды аяқтап, ең алғаш еңбек жолымды Үкілсай ауылындағы нөмірі 265 негізгі мектебінен бастадым. 2022 жылы Қамыстыбас ауылындағы нөмірі 21 орта мектебіне жұмыс орнымды ауыстырдым. Ұстаздар қауымы елдің ертеңгі тізгінін ұстайтын, мәңгілік ел идеясын жүзеге асыратын, ұрпақ тәрбиелеуде үлкен жүкті арқалай отырып, қоғам алдындағы зор жауапкершілік жүктелгенін бүгінде нақты сезінген деп ойлаймын. Өзім де сол жауапкершілікті сезіне отырып, оқушыларға деген сүйіспеншілік, оларға қамқор болу, олардың жан дүниесін түсіну, оқушылармен дұрыс қарым-қатынас орнату, олардың әрқайсысына мән беріп, назарда ұстау мен үшін әдетке айналған. Менің бойымдағы баланы жақсы көру жасандылық емес, бұл менің табиғатымнан берілген қасиет. Мұғалім қызметінде осындай білім, іскерлік пен дағдыны қалыптастыру жүйесін қолдану оның кәсіби шеберлігін қамтамасыз етеді. Жақсы мұғалімдер мектептегі балалардың әлеуметтік және жеке тұлға түрінде дамуы үшін өзінің жауапты екенін сезінеді. Жақсы қасиеттерді болашақ ұрпақтарымыздың бойынан көргіміз келсе, олардың табыстарына таңдай қаққымыз келсе, ұстаз қауымы қара терімізді ағызып, аянбай еңбек етуіміз қажет деп ойлаймын. Мұғалімдер қоғамдастықтар, ата-ана мен оқушылардың алдында олардың мектебі беретін білім сапасына ұжым болып жауап береді. Мен өз жұмыс істеп жүрген мектебімді өз үйімдей, өзім сабақ беретін оқушыларымды өз балаларымдай, бірге қызметтес болып жүрген ұстаздарды өз туыстарымдай өте жақсы көрем десем артық айтқаным емес. Егер мамандық қайта таңдау қажет болса, мен осы ұстаздық мамандықты ойланбастан тағы да таңдар едім. Басқа мамандық туралы бала кезден бастап ойыма да кіріп шықпапты. Адам өмірінде мамандық таңдаудан қателеспеу керек деген сөз бар ғой, ол шындық екен. Жұмысыңды аңсап бару, қуанып қайту, өзіңнен не бітіргеніңді, енді не істейтінді білу, бұл мамандығын сүйген адамның ісі. Өзімнің жетістіктеріме тоқталсам, ұлы дала баласы ұлттық білім сайысының облыстық кезеңінде бірінші дәрежелі диплом иеленген үшін 7 сынып оқушысы Жағал Нұрайлым марапатталды. Білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, дарынды балаларды анықтау және оларға қолдау көрсету мақсатында ұйымдастырылған ұлы дала баласы республикалық білім сайысына қосқан белсенді әрі нәтижелі үлесі үшін құрмет грамотасы. Арал ауданы білім бөлімі ұйымдастыруымен үздік физика пәні мұғалімі 2021 аудандық байқауының қорытындысымен алғыс хат иегері. Арал ауданы білім бөлімі және аудандық білім қызметкерлері кәсіподақ комитетінен алғыс хат иегері. 2023-2024 оқу жылында жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық ғылыми жобалар конкурсының аудандық кезеңінің қорытындысымен физика бағыты бойынша 10 сынып оқушысы 2-ші орынмен марапатталды.